Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Арма қадірлі әріптестер, мектеп тарихы мен зейнеткер ұстаздардың еңбектерімен таныстыра отырып, ұстаз еңбегін әрқашан бағалай, құрметтей білуге тәрбиелеу мақсатында Қарсыбай Спатаев атындағы 7-ші IT мектеп-лицейінде үлкендер жолы ұлылық, ұрпағы жүрер ұғынып тақырыбында сыр сұхбат жүргізу бағдарламасы ашылған болатын. Қазақтың көсегесі көгерсе деп тілеген, ұстаздық пен ақындық өнерді үлкен жүрегіне қатар сыйғызып, шәкірттерінің ыстық ықыласына бөленген Аққу арман, Жауқазын, Таң арайы, Балбұлақ кітаптарының авторы, өнегелі ұстаз Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгінің иегері, үздік оқу ісінің үздік маманы Шерімбетова Гүлзина Төлегенқызы қонақта. Қайырлы күн, қасиетті Қара шаңырақтың ұстаздары мен шәкірттері. Қош келдіңіз, Гүлзина Төлегенқызы. Сыр сұхбатымыздың алғашқы сұрағы. Гүлзина Төлегенқызы, қай жылы, қай жерде дүниеге келдіңіз? Жастық шақтың албырт кезі, қызықты сәттері, қай қалаға арман қуып бардыңыз? Мен 1956 жылы Сарыағаш ауданы Дарбаза өңірінде дүниеге келдім. Сол жерде Әлібек Жангелдин атындағы мектепті, одан кейін Келес ауданының орталығындағы Омар Есенбі мектебін бітірдім. Мен мектепте жүргенде әдеби кітаптар мені көп қызықтырды. Сол негізгі білімді әдебиеттен сол кезде алдым деп ойлаймын. Себебі сол кезде кітапханадан шықпай сол кезде көп кітаптар оқыдым. Сөйтіп мектепті бітіргеннен кейін сол әдебиетке қызығушылығым мені Ташкенттің мемлекеттік Низами атындағы педагогикалық институтына алып келді. Мен мектепке барғанда алғашқыда бірден неге екенін білмеймін, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі деген ой бірден келген. Сол ойдан айнымай Ташкентке оқуға келгенде филология факультетінің қазақ тілі әдебиеті бөліміне оқуға түстім. Содан мұғалім болып қызмет атқарып, мынау Қарсыбай Спатаев атындағы Шымкент қаласындағы мектепте мұғалім болып зейнеткерлікке шықтым. Өмірде ұстанымыңыз қандай болды? Өмірі өлеңнен құралған адам болғаннан кейін кейде қиын сәттерге тап боласыз, кейде бағыңыз жанып тұрады, дегенмен әттеген-ай деген сәттеріңіз болып көрді ме? Енді адам өмірге келгеннен кейін оның өзінің мақсаты болу керек. Белгілі бір мақсат жолында еңбек ету керек деп ойлаймын. Негізінен мектепке келгеннен кейін алғашқы күннен бастап мен халықтық тағылымды өзіме бойтұмар қылып алдым. Халықтық тағылым, әсіресе қазақ тілі әдебиеті, оның беретін білімі, негізгі бағыты халықтық тәрбиеде болу керек деп ойладым. Содан кейінгі өмірлік ұстанымым ұстаз бойында мейірімділік, содан кейін табандылық. Мен мектепте жүргенде оқығанда Виктор Гюгоның бір сөзін оқыған едім. Осы қағида маған өмірлік бағдаршам болды десем де болады. Адам өмірге келгеннен кейін екі түрлі болады адам өмір сүрудің жолы. Біріншісі жалындап жану, екіншісі жанбай бықсу дейді. Табандылар оның алғашқысын таңдап алады, табансыз енжар адамдар оның соңғысын таңдап алады дейді. Ал енді бар ғой, біреулер өзі боламын деген болу. Ал енді қолынан келген істеп жүре беру жаңа енжар адамдардың еншісіндегі тірлік болып қала деген. Сондықтан менің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалім болып келуімде де осы ұстанымым болды. Ал енді әрбір баланың бойында, әрбір адамның бойында осы ұстаным болса деп ойлаймын. Енді балаларда әрбір баланы ашу үшін мейірімділік керек ұстазға. Ол баланың не үшін оқуға қыр болмай жатыр, оған тағы не жетіспей жатыр, оны өнер жолымен бе, немесе жүрегіне қалай жақын барып ашсақ екен дегенде жаңа мінездің жұмсақтығы.
тағы да бір сөз бар ғой, мейірімділікпен ала алмағанды қаталдықпен ала алмайсың дейді. Осы кейбір бірен саран балдарды аша алмай қалған болсам, осы менің әттеген ай тұстарым сол болды. Бірақ мынау өзімнің ойымдағы сол кездегі діттеп жүрген ойларым, көңілімдегі ашылмаған сырларым, бәрін сол қалам бетіне түсіруге тырыстым. Мен мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Мынау сұлу сөздің сырлары сол оқушыларға жеткізе алмағанымды, халыққа жеткізе алмағанымды қаламмен жеткізсем деп ойлаймын. Келесім. Көңілім алып ұштың, іздедің әлденені, ынтызар әнді құштым, өлеңім емде мені. Ойымда тәтті қиял, жүректе сағынышсың, балалық шағым ұяң, оралмас сағым ұшқын. Сағынам жас баладай, гүлтерген бағым делес, тамсанған басқа маңай, құр келес, жаным келес. Ұстаз жолы ұлы жол. Ол жолда әрбірінің ұстанымы болады. Халық өнегесін кең насихаттап жүрген Шерімбетова Гүлзина ұстазымызбен сұхбатымызды аяқтаймыз.